Саламатсыздар ма балалар? Мен Қызылорда қаласындағы нөмірі 12-ші Ілияс Қалғып атындағы IT мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрманова Өрік Ердәулетқызымын. Бізде бүгін 9-шы сынып қазақ тілі 1-ші сабағымыз, тақырыбымыз тәуелсіздік таңы. Балалар, сонымен тәуелсіздік таңы тақырыбына арналған бүгінгі сабағымыздың негізгі оқу мақсаттары: мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру. Мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. Енді балалар, осы жерде біз мына видео көрсетілімге назар аударайық. Сонымен балалар,
Қазақ мемлекетінің пайда болуы туралы қандай мәлімет білдіңдер? Бүгінгі тәуелсіз қазақ елінің негізі қай кезде қаланды? Жаңағы видео көрсетілімді көріп отырып, бұл сұрақтарға іштей жауап берген боларсыңдар. Енді балалар, бағанағы айтып өткеніміздей біздің грамматикалық тақырыбымыз орфография болатын, яғни бұны еске түсіріп өтейік. Орфография грек тілінде орфос дұрыс, графо жазамын, сөздерді дұрыс жазу ережелерінің жүйесі және оны қарастыратын тіл білімінің бір саласы. Орфография нені зерттейді? Дыбыстарды, фонемаларды әріппен таңбалауды, түбір сөздер мен қосымшалардың жазылуын, сөздерді бірге, бөлек және дефис арқылы жазуды, шылаулар мен одағайлардың жазылуын, бас әріптерінің қолданылуын, сөздерді тасымалдау тәртібін белгілейді екен. Қазақ тіліндегі орфографиялық ережелер үш принципті басшылыққа алады. Морфологиялық принцип, фонетикалық принцип, тарихи, дәстүрлі принцип. Енді мына жерде осы принциптерге мысалдар келтірілген, соған мән беріп қарап отырамыз. Өйткені келесі тақырыптағы, келесі слайдтарда соны ескере отырып жасайтын жұмыстарымыз бар. Морфологиялық принцип бойынша әр сөздің түбірі мен оған жалғанатын қосымшаның тұлғасы сақталып жазылады. Мысалы, түнгі, түнгі емес, құндылық, құндылық деп жазуға болмайды. Кете алмай, кете алмай деп бірге жаза алмаймыз. Сары арқа, сар арқа деп жазуға болмайды. Фонетикалық принципте сөз бөлшектерінің дыбыстық өзгеріске ұшырауы есепке алынып, олар айтылуынша, естілуінше жазылады. Мысалы, аймағы, аймақы емес, қолғап, қолқап емес, тауып, табып емес, торайғырып, торы айғырып емес, және тағысқа. Тарихи дәстүрлі принципте сөздердің қалыптасып кеткен жазылу түрі сақталады. Мысалы, спорт, акционер, капитал, кандидат және тағы басқа. Бұл сөздерге қазақ тілі қосымшалары соңғы буынның жуан жіңішкелігіне қарай фонетикалық, морфологиялық принциппен жалғанады. Араб және парсы тілдерінен енген бір қатар сөздерді х, х әріптері арқылы жазу да тарихи дәстүрлі принципке негізделеді. Мысалы, бахадүр, хат, халық, хабар, хан, гаухар, жихан, қаһарман. Енді мына жерде балалар аудиоға назар аударайық, тыңдап көрейік. Көшбасшылар Керей мен Жәнібек атынан ерген ел серкесі болып жол бастаған марқасқа жігіттерді жерге қаратпады. Жолдың аяғында бір жағын Қаратау, бір жағын Сарыарқа, енді бір жағын Жетісу өрнектеп, өлке түгін татса май шығады. Шөп шүйу, көкала иірім айындарында ақ қауышын қаз болып, ақ балығы тайдай тунаған нағыз жер үйірі еді. Азат аспан астында жұрт кеудеге ұстап, шоқыласын табысты. Көшпелі өмір жаз жайлауда, қыс қыстауда, сол баяғы ата-баба қимат замандай өтіп жатты. Сол көтерілген ақшаңқан шаңырақ қанша шайқалғанымен құламай керегесін кеңейді, іргесін бекітті. Жаңа аудио мәтінде өзің тыңдағандай не тақырып қозғалды? Онда халықтың тарихындағы қандай кезең туралы сөз болды?
Ақшаңқан шаңырақ қанша шайқалғанымен құламай керегесін кеңейтіп, іргесін бекітті деген сөйлемді қазақ халқының ойымен қалай байланыстырар едім? Болжап көрейік. Автор қазақтың жері мен тұрмысын суреттеуге қандай көркемдегіш құралдарды қолданды? Енді балалар, осы жерде мына мәтінге назар аударамыз, және бұл жерде орфографиялық принципке сүйенбей қате жіберген жерлер бар. Соны оқу барысында өздерің іштей байқап отырыңдар, және соңында біз оны тексеретін боламыз. Бүркіт балапаны ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі, деді Бату әңгімесін алыстан бастап. Мен әкем Жошыдан гөрі кішкентай кезімде атам Шыңғысханның тәрбиесінде болдым. Жетіге жеткенімде ерінің алдына отырғызып ап, ол маған моңғол лашқарларының қолынан қырылған жұрттың майдан даласын көрсететін. Ал мен әрине моңғол нояндарының қисық қылыш қысқа шоқпарларына қызығатынмын, ерліктеріне тәнті болатынмын. Өзім де осылардай батыр болсам игі еді деп құмартатынмын. Ал кейде ол маған ақыл өсиет айтатын. Сол өсиеттері өмір деген қара түнде менің жолымды көрсететін жарық жұлдызым, темір қазығым болды. Сұрапыл сапарларымда сол өсиеттерін жанымның азығы еттім. Бірде ол маған тобитті жолбарыс басқарса, күндердің күнінде тобит жолбарыс қайналады. Ал топ жолбарысты ит басқарса, ақырында әлгі топ жолбарыс ит боп кетеді деген. Ал маған ерген шапқыншылар 6 басты айдаһар еді. Оны басқару оңай еместі. Сондықтан мен үнемі жолбарыс болуға тырыстым. Менің соңымнан ерген ноян, баһадүр жауынгерлерім жолбарыс тәрізді қандауыз ержүрек өлермен болды. Тағы бірде бабамыз мынадай өсиет айтты, деді Бату. Жауыңа қандай қатал болсаң, досыңа сондай мейірбанды бол. Өзіңе жақсылық істегенге жақсылық істе, деді ол. Жақсы, келесі слайдта біз оның дұрыс нұсқасын көретін боламыз. Яғни орфографиялық нормасы және х, х дыбыстарының қалай жазылып тұрғаны мына жерде көрініп тұр, таңбаларының. Енді 4-ші тапсырманы біз осы өту барысындағы бүгінгі тақырыпқа сәйкес сөздерді жазылу принципіне қарай топтап жазатын боламыз. Сау болыңыздар, сабақ аяқталды.